Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғылымның рөлі. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты жаратылыстану ғылымдарының зерттеу нысандары жайлы мәлімет аласыздар. Екіншіден, жаратылыстану ғылымының маңызы туралы негізгі ұғымдарды ажырата алуымыз керек. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша ғылымға тоқталып өтсек, ғылым деп отырғанымыз адам мәдениетінің ең бір көне маңызды және өте күрделі компоненттердің бірі. Бұл өте үлкен білім. Ол бізге табиғатты өзгертуге және оны адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға лайықты етуге мүмкіндік береді. Жалпы ғылымның түрлеріне тоқталатын болсақ, ғылымның түрлері үшке бөлінеді. Бірінші жаратылыстану, екінші техникалық, үшінші қоғамдық және гуманитарлық. Жаратылыстану ұғымы. Бұл жаратылыстану табиғат деген сөзінен шыққан. Бұл табиғат туралы білім дегенді білдіреді. Жаратылыстану ғылымының зерттеу нысандарына тоқталып өтеміз. Ол үшке бөлінеді. Біріншіден табиғат, екінші шаруашылықты жүргізу заңдылықтары, үшінші халықтардың орналасу тығыздығы. Табиғат. Адамзат өмірінде шаруашылық маңызы үшін қолданылатын табиғаттың бір бөлшегі. Оларға топырақ, жануарлар, өсімдіктер жамылғысы, пайдалы қазбалар, қолайлы климат жағдайлары, жел күштері тағы басқа жатқызамыз. Шаруашылық. Бұл қоғамның түрлі өнім шығарудағы қызмет және онымен байланысты құралдар мен қатынастар кешені болып табылады. Ұқсас құралдар және технологиялар, шикізат пен ресурстар пайдалана отырып, шамамен бірдей өнім шығаратын көптеген шаруашылық түрлері шаруашылық саласы деп аталынады. Келесі үшінші бұл халықтардың орналасу заңдылықтары бойынша жер бетінде табиғат жағдайлары мен тарихи алғышарттарды байланыстырып қоныстануды айтамыз. Халықтардың орналасу тығыздығы бойынша демография, халықтың орналасуы, халықтың тығыздығы нысандарды зерттеу болып табылады. Ғылымның түрлері және зерттейтін нысандары. Ғылымның түрлері көптеген пәндермен және ғылымдармен байланысып келеді. Олар физика, химия, биология және география. Ғылым түрлерінің зерттеу нысандары бойынша физика, денелер, олардың қозғалысы, түрлену мен түрлі деңгейдегі пішіні болып табылады. Химия, химиялық элементтерді, олардың қасиеттерін, түрленуі және қосылыстарын зерттейді. Биология ғылымы бойынша олар жасушалар мен одан туындайтындардың барлығын зерттеумен айналысады. География ғылымы. Бұл қоршаған ортаны, табиғатты, шаруашылықты жүргізу заңдылықтарын, халықтардың орналасу тығыздығымен зерттеу жұмыстарымен айналысады. Барлық ғылым түрлері біріге отырып жаратылыстану ғылымын зерттейді. Жаратылыстану ғылымы негізде осы үш нысан арқылы жүргізіледі. Бірінші бақылау, екінші тәжірибе, үшінші өлшеу. Енді бақылау деп отырғанымыз бізде негізгі ғылыми деректерді жинақтау үшін қолданылады, алынған деректерді өзара салыстырып, жүйеге түсіру арқылы заңдылықтарды ашады. Тәжірибе. Бұл табиғаттағы әртүрлі тәжірибе жүргізуде адамдарға арнайы жасалған құралдар мен аспаптар арқылы қоршаған орта құбылыстарын зерттеу жүргізеді. Үшінші, өлшеу. Өлшеу әдістері дегеніміз нақты бір өлшеуіш міндет үшін таңдалған өлшеу құралдары мен құрылғыларды пайдаланып іс-әрекеттердің жиынтығымен айналысады. Енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Суреттерге сәйкес зерттеу ғылымының атын жазыңыз. Дескрипторге мән қараймыз, зерттеу нысандарын анықтаймыз, ғылымдардың аттарын жазамыз. Келесі, барлығымыз тапсырманы орындап болды деп ойлаймын. Осы дұрыс жауаппен өздеріңнің тапсырмаларыңды дұрыстығын тексеріп өтеміз. Бірінші, бұл біздегі суреттегі микроскоп. Бұл жасушалар мен олардың құрамын зерттейді. Бұл бізде қандай ғылым? Биология ғылымы. Келесі суретте бұл бізде магнит. Бұл магнит бізде физика ғылымы болып табылады. Денелер мен олардың қозғалысын зерттейді. Үшіншіден, аспан денелері, бұны астрономия ғылымы зерттеу жұмысын жүргізеді. Келесі төртінші, халықтардың орналасуы және тығыздығы зерттейтін ғылым. Бұл бізде
үлкен ғылым география саласы болып табылады. Келесі бізде химиялық элементтер, олардың қасиеттерін зерттейтін ғылым химия саласы. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ғылым дегеніміз не? Ғылым бұл адам мәдениетінің ең бір көне, маңызды және өте күрделі компоненттердің бірі болып табылады. Бұл өте үлкен білім. Ол бізге табиғаттың өзгертуге және оны адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға, лайықты етуге мүмкіндік береді. Жалпы ғылымның 3 түрі бар. Ол жаратылыстану, техникалық, қоғамдық және гуманитарлық болып бөлінеді. Бүгін біз жалпы жаратылыстану ғылымына толықтай таныстық. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назар қойғандарыңызға көп рахмет.